Саламатсыздар ма балалар? 92-ші сабақты бастаймыз. 32-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Қарсы келе жатқанда сәлем берем қарттарға. Көп жаса деп біреуі маңдайымнан сүйеді. Бабаларға бұл лайық дейді бірі қол жайып. Өстіп күнде баталап кездескен әр атадан. Өлең не туралы? Өлеңнің мағынасы үлкен кісілерді, қарттарды, яғни ата-әжелерді, үлкен кісілерді көрген кезде тоқтап сәлем беру керектігі туралы, және олар бізге бата беретіндігі туралы. Одан кейін батаны кімдер береді? Батаны үлкен кісілер, аталар, әжелер береді. 33-ші жаттығу. Берілген сөздердің ішінен жалқы есімдерді теріп жаз. Жалқы есімдер: Қазақстан, Қаратау, Тараз, Тобыл, Мағжан. Жалқы есім дегеніміз жер, су, адам аттары үлкен әріппен жазылады. Ал қалғандары жалпы есім болып есептелінеді. 34-ші жаттығу. Мақалды жатқа жаз. Дәптерге көшіріп жазасыздар жатқа. Батамен ер көгерер, жаңбырмен жер көгерер. Жалпы есімдерді тап. Жалпы есімдер: бата, ер, жаңбыр, жер. Мақалдың мағынасын түсіндір. Мағынасы: бата берген кезде ер көгереді дейді. Жаңбыр көп жауса жер көгереді дейді. 35-ші жаттығу. Ұйқасын тауып оқы. Сананың ұйқасы дана, дананың ұйқасы сана. Даланың ұйқасы қала, қаланың ұйқасы дала. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.